Сәлем достар! Сәлем достар, біздің каналға Қош келдіңіздер! біз бүгін видео түсіреміз. Қандай ең ащы лапшаларды жеп көреміз. Мынандай Аузымыз асып кетсе, көреміз. Так, мынандай алдық. Мынау картофельный бір бәле деді. Мен онша түсінбедім. И оның мынандай түрі де бар екен. Қызыл мен сарысын алдық. Иә, біз бұны жеп көрмегенбіз. Ешқайсысын болғанда мынандайлардың ащы емесін жеп көрген ғой бала-шаға. Но мыналарды біз жеп көрмегенбіз. Мына екеуін дайындаймыз қазір. Еще мынандай алдық. Мынау ең ащы деп берді. Мынау да ең ащы деді. И мынау вообще ащы деді. Мен ащы деген вообще ұнатпаймын. Қазір. Мен де ащы дегенді вообще ұнатпаймын. Иә, мыналар жоқ, по-моему, мынаның анауысы ащы, мынауысы ащы емес па, білмеймін. Көреміз. Ой, бір жек көрген сияқты. Біз Мен жегім кеп тұр. Давай, қазір бәрін жейсіздер. Осы бесеуін, осы бала-шаға жейді қазір. Бір-бірден дәмін көреді. Мынандай түсінікті. Бізден Типа, ащы жейміз да, и потом су ішпейміз. Су ішпейсіңдер ма? Көреміз қазір. Шыдайсыңдар ма? Көреміз қазір. Дәмін бірінші көрмей. Дәмін көрмей айтпай тұр ғой бұлар. Біздің Нұралидің қап-қара болып кеткенде бұл бала үйге кірмейді. Иә, далада жүре береді сонымен. Қараңғы батқанда бір-ақ кіреді. Иә, наоборот қараңғыда шығудың орнына қараңғыда үйге кіреді. Біз қараңғыда шығамыз, ол қараңғыда кіреді. Иә, қыздар да басында бірінші кезде қатты қарай береді, кейін шамал ағарды. Енді сабаққа дайындалып, шамал үйде жүр. Так, мыналарды дайындап алайық. Одан кейін жеп дәмін көреміз, иә. Достар, мынаны біз оқып көрдік, мынаны еще аштық, мынаның іші мынандай мынандай нәрселер бар екен. Мынаусын жеуге болмайды деген, ана порошогын араластырып, мына екеуін неге салады екенбіз да, мынаның ішіне. Сөйтеді екенбіз да, бұны 2 минутқа микроволновкаға салып алады екенбіз. Мынаусын жауып 2 минут микроволновкаға салып алады екенбіз. Мынаны и мынаны. А мыналар кәдімгі 5 минуттан кейін пісетіндер ғой, енді оны бәріміз білеміз. Мынаны осылай неге салып алады екенбіз. Оны бұрыннан жеп көргенбіз біз. Жоқ, жейді бала-шаға, но ащы емесін, иә? Ащы емесін бала-шаға жеп көрген, иә. Мынаны қазір ыстық суды құямыздағы, сөйтіп микроволновкаға 1-2 минут салып аламыз. Сонда мынандай дайын өнім шығады. Піскеннен кейін тағы көрсетеміз. Біз қазір шайға жатып қойдық, шайға бәрін ашып, қазір дайындап қойымыз. Мынаған да кесе кеп қойдым, яға. Достар, біз міне дайындап қойдық. Суын мынаны 2 минутқа қойып келдік. Мен мынаның суын кішкене көп құйып жүріппін. Мынаның әдемі болды, түрін көрсетем. Бірақ ыстық болып тұр. Қазір бала-шаға енді әзір не қыламайды. Ыстық болып тұр. Әзір жиямайды, мынандай болады екен. Мен жаңа аналармен шамал бүйтіп батырып көрдім да. Аналармен ше. Еще бізде осы қасық шықты, вилка шықты ғой. Мынау вилкалар шығады ғой енді ішінен, бірақ мынандай қою болғанда. И мынаусын тәсі көрсетем. Абайлы ыстық. Мынаусын андай. По-моему, мен или мынау өзі сұйық болады, или мен суын көптеу құйып жүрмін. Суын көптеу құйғанда өзінің әжде белгісі болады. Неге соғайдың құйдыңда. Мынандай болып тұр. Қазір бала-шаға жеп дәмін көріп. Кішкене ыстық болып тұр. Мына жақта мыналар дайындалып жатыр. Достар, неке біздің тамақтарымыз бәрі дайын болды. Мынаның түрі деген енді білмеймін, жемей қорқып тұр қой біздің ше. Давай, Раяна, қайсынан бастайсың? Давай біреу жеп көр. Давай баста. Дәмін айт сосын кейін. Екінші Альфия, үшінші Нұралия. Ащы емес пе қатты? Әдемі ба? Вообще ащы емес, ащы дәмі. Қан, Альфия көрші. Осы ұнап тұр ма әзірге сендерге? Бірақ тамы чөчіп біртілі. Ана өзінің кісінгі вилка. Жаным өзінің вилкасымен жейді. Ана Нұрханның вилкасымен екі. Жеп көре ғой. Бұл енді ащы емес болатын болса, бәрім жей алатын сияқтысыр ма? Ұнады ма, Альфия? Дәмі шамалы. Біртүрлі қышқылдау ма? Қышқылдау емес. Ащы емес па? Кәдімгідей. Вилкаңды қолыңа ұстап ал. Сен де вилкаңды қолыңа ұстап аласың. Раянанікі ма? Давай, екінші. Мынаны Альфия бастасын, Альфияның вилкасымен тұр ма? Давай, бұны қоя тұрамыз. Келес. Жей ғой. Бұл да ащылау сияқты. Негізі ең ашысы осы деп берген. По-моему, меніңше ең ашысы, бірақ маған мынау сияқты. Давай же, давай. Ащы ма не? Жеген жақпын. Иісі бір тұрып тұр ма? Жей берсе, жек көрсе. Өздерің ғой тиімнен су ішпей жейміз дедіңдер ғой, давай.
Сусіп жеймін. Ащы ма? Ойлана. ұнады ма Альфия? Қасыңда ал, қасыңда. Давай. Ралимен жүр. Өздері қалаған мама осындай видео түсірейікші деп өздері жегісі келген. Қойсай ананы жебасында. Бұй дәмінен жейін демей отыр уже. Неге? Bir тіл сияқты ма? Аш сияқты ма? Көп алдың ғой, көп жесе енді. Ыстық па? Ыстық па болмайды. Біз де суыған күткенбіз. Мыналарды қайтып жейді екен. Мен ісіне қолымды тығып тұрып жеймін. Көреміз қазір. Раяна нормально ма? Жеуге бола ма? Ұнады ма саған? Мәссаған. Нұралиге берші, дайымай тұр. Алдына қой. Өзім шамал ашып кетті бірақ. Анаған қарағанда ашылы ма екен? Сосын нан жейміз. Көшеттен. Нұрали не аштықтап жүрсің? Дәу бюкаңды аласың ба бола? Тамағымды анандай қылып істетші. Анаған өлкасын алғым өтті. Жоқ, мана өзің дәу бюкаңды. Оны қоя салма. Ананы қоя сал. Давай жей ғой. Ешкім жей алмайды. Көп дедім. Ол енді тәттісін жегісі кетті. Ащы ма не? Онда жемей-ақ қой. Жоқ, жей бергенде мыналардың дәмін көрмейсің ба? Көрем ғой. Давай, достар, енді біз жаңағы мынау картофельный ма? Жоқ, мынау андай қайсын тұрсам болады. Рисовый не ғой? Андай шарикилар ғой. Давайте, ал жеп көріңдер. Біреу анау ашылау деп көрсеткен, негізі анау. Бір-біреуден жеп көріңдер. Мынау ыстықтау болуы мүмкін, абайландар, иә? Жаңағы бар емес па анау? Аузында әлі ашты. Мынаны жеп көрді. Сендер еще нан жеп көрген жоқсыңдар ғой. Қандай екен дәмі? Еще нан жеп көрейін. Дәмді ма? Асы емес. Аш емес па? Дәмі ше? Жоқ, сен жеп көрсін. Біртүрлі. Нұрали, телік көзін жастар. Көзінің астында. Папама көмес түскен ғой. Үйде отыр. Картошкама Нұрали. Дәмді ме екен? Ұнады ма? Кішкене асылау. Жеуге бола ма или андай? Қалай дәмі сипатташ? Ашыған ауызы. Қатты ашу ма? Дұрыс қой, бұның соусы қызыл өзі сөйтіп көрсеткен. Мен неге суын көп құйып жүрдім ау деймін еще оны. Шешкан? Қорқып тұрмын. Мына жерін бәрін былғатып сүртіп алу керек. Мына жерін бәрін сап-сары қалды. Әлде мынадан ашу алды ма? Жоқ, өзі жеке жеп осындар ғой. Қалай дәмі? Қалай бе? Бір түрлі ма? Ай, тамағым. Жемей-ақ қойынды. Или до конца ма? И еще қазір нан көресіз. Нанның соусы қоюлау күшті болып тұр. Осы күшті болады сияқты. Давай, баста. Раяна бастасын. Ашшы ма анау? Су ішпей жейін деген өздерің ғой. Мынау қою әдем болып тұр, түрі де. Аузына бәрін сап жер. Бәрін сап жер. Бәрін сап жер, е. Қысып па? Ашы ма? Пилкаңды ал. Бір жек оны. Бірдей ма дәмдері? Маған да бірдеш. Андай ма? Ашылығы бар ма бұның да? Нұрали, давай, бәрін аузына сап жер. Бәрін сап жер аузыңа. Дәмін көрін. Бәрін сап жерсе жеп көрің керек қой. Қандай дәмі? Ұнады ма или шынында айт? Ұнады. Ұнады ма? Мәссаған. Мен Мен бірақ именно осы екеуі ұнамай қалған шығар деп ойлағам. Андай енді біз жеп көрмеген, мыналардың мақұл ғой, енді жеңілдеуін болса да жеп жүрген ғой. Саған ұнамады ма? Мынау ұнамады ма? Екеуі де бақшына. Маған жоқ па? Саған шарфия, жеп көр, бәрін сал аузыңа. Осының бәрі ашып. Қалай? Маған жоқ па? Кішкене ма? Қалай енді андай? Жеуге бола ма негізі? Иә. Ендігі кезек мынада. Бағана бәрі мен бастаймын деп тұр. Давай, Альфия баста. Абайлат жерге не қылма. Анау сағыз сияқты жеп отырсың ғой, Альфия сен? Иә. Маған бұл ұнамайтын. Жоқ, бәрін көптеу жасай, көп жасай. Су ішпей жейтін нелерің ғой. Давай. Мама ақыратыр мен аузым. Су ішпейсіңдер. Бәрі араласыңдар. Мен бәрін араластырып. Ішпейсіңдер. Мама, мен бәрін араластырып жегеннен бар емес па, аузым ашып жатыр. Тамағыма тиді. Қатты ашма, Альфия? Екінші Раяна дейді. Ашма? Көр, давай, көр. Давайте, тәуекел, басын бастадық па, аяқтаймыз. Шама бер қойшы. Мама, кекейлер дейсің. Мен аузымды қатты асып отырмын. Дәм алдым еще. Давай.
қолым дірілеп. Ай, аузым бірден ашып жатыр. Мама, мен кішкентайдан алайын. Күте тұр, осын жеп болады. Біреу алып бергенде қатты асып кетті. Қалай? Ай, бүгін. Ащы ма? Вилкаңдап. Давай, Нұрали. Біреуін жеп көргенде асып кететін адам. Аха. Ал біреуін кішкентайын жеп көріп. Давай, Ай, тілім. давай. Нұрали бұл. Тамағым. Көптеу асай, алдыңа асай. Алдыңа қарай ал. Давай, ал шама. Мә, қарсы жан тәтсін. Болма? Ұнамады ма? Сонымен ең дәмі қайсысы күшті болды? Мынау күшті. Мынау күшті болды. И мынау да күшті болды. Күшті болды. Осы мынау мен мынау күшті болды. Аха. Мына үшеуі вообще ұнаған жоқ па? Иә. Ешкімге не советуете ма? Но бірақ талғамға талас жоқ, иә? Әркімнің өзін ұнататын нәрсесі. Иә, бізге негізі ең ащысы мынау деп ойлағанбыз. Но ең ащысы мынау екен, иә? Солай видеомызды аяқтап су ішпейміз дегенбіз десең, иә? Всем пока! Бізге лайк басып, комментарий жазып,